Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тараканнан құтылудың ең оңай жолын ұсынатын боламын. Әсіресе қыз-келіншектерге өте пайдалы деп ойлаймын. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қараңыздар. Және каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол уақытта келесі салған видеом сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Ең алдыменен картобымыз бен жұмыртқамызды қайнатып осылай тазалап аламыз, және бізге бор қышқылы қажет болады. Жұмыртқамызды ағымнан, сарысынан ажыратып алатын боламыз. Бізге тек қана сары бөлігі қажет. Бор қышқылын кез келген вет дәріханасынан таба аласыздар, бағасы да өте қолжетімді. Сары бөлігін ажыратып алдық, енді жақсылап осылай езіп алатын боламыз. Шанышқыменен немесе қолдарыңызбен езіп алсаңыздар да болады. Бұлай езу міндетті емес. Келесі кезекте картобымызды да дәл солай езіп алатын боламыз. Картобымызды да езіп дайындап алдық. Енді жұмыртқамызды қосамыз. Үстінен бор қышқылын қосатын боламыз. Мұнда менде көп, сол себепті жартысын ғана пайдаланатын боламын. Енді барлығын біріктіріп, араластырып алатын боламыз. Барлығын бірікті. Енді майда-майда бөліктерге бөліп, дөңгелек кез келген пішіндер жасай береміз. Міндетті түрде қолбақ киіп жасаңыздар достар, өте улы және балалардан да өте сақ болу керек. Барлығын осылай жасап алдым. Дайын болған қоспаларымызды енді кухонныйдың төменгі бөлігіне, қуыстарға, балалардың қолы жетпейтін жерлерге қойып шығатын боламыз. Бір аптада өте тез нәтиже береді. Осы бір жасаған дәрілеріңіз тараканға арналған, яғни 2-3 айға дейін өз күшін жоймайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер және нәтижесін көріңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Егер видеом пайдалы болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.